Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай йогуртовый пирог дайындайтын боламыз. Өте керемет болады. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқамызды және құмшекерімізді таза ыдысқа салып, 2 есе ұлғайғанша миксердің көмегімен араластырып аламыз. Бұл жерде менде жұмыртқа S1 категориялы жұмыртқа. Сіздерде сондай жұмыртқаны пайдалануға кеңес беремін. Міне біздің жұмыртқамыз бен құмшекеріміз осындай үлкен болып миксерленді. Енді бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Менде 72,5% станичный сары майы. Мен кез келген пирогқа осы сары майды қолданамын. Сары майымызды да жақсылап миксерлеп аламыз. Сары майды миксерлеп болғаннан кейін йогуртымызды қосамыз. Мен йогуртовый пирогқа живой йогуртты қолданамын. Йогуртымызды да жақсылап миксерлеп аламыз. Йогуртымызды қосып, жақсылап миксерлеп алғаннан кейін електен өткізілген ұнымызға қамыр қопсытқышымызды, яғни разрыхительді қосып, араластырып аламыз. Енді ұнымызды бірден барлығын салып жібермей, 2 бөлікке бөліп, алдымен жартысын саламыз, содан кейін қалғанын салып араластырып аламыз. Видеода көргендеріңізде мен тек ұнымыздың жартысын ғана салдым, миксерлеп алдым және енді тағы да жартысын салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Міне бізде осындай қою масса пайда болады. Осындай формаларыңызға пергамент қағазын төсеп, үстіне қою массаны құйып орналастырамыз. Бұл жерде менің формам 24 сантиметрлік. Сіздер өздеріңізде бар ыңғайлы формамен жасай берсеңіздер болады. Массамызды құйып болғаннан кейін бетін тегістеп, әдемілеп аламыз. Сөйтіп, алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 40 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей достар, менің йогуртовый пирогым дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Йогуртты өздеріңіздің қалауларыңызға қарай сәндесеңіздер болады. Ал мен йогурттың өзін жағып,
бетіне дән септім. Сол кезде өте дәмді болады. Жасап көріңіздер, ас болсын. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қойыңыздар. Алдағы уақытта керемет видеолар шығаратын боламын.